Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен бірге уәде етілгендей ешбір жерде кездеспейтін, жауабын нақты өзіміз ұсынатын 6-шы сынып Арман ПВ баспасының 4-ші тақырыбының барлық тапсырмаларын жауаптарымен шығарамыз. Енді сіздерден күтетініміз белсенділік, лайк және міндетті түрде каналға жазылып қойыңыздар. Егер сіздердің белсенділіктеріңіз жоғарылай беретін болса, одан сайын тапсырмалар тұрақты түрде шығып отыратын болады. Бірінші, қазақтың салт дәстүрі ұлттық құндылығы алғашқы біздің 4-ші параграфтың тақырыбы. Бірінші тапсырма: мәтіндерді оқып негізгі ойды анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастыр. Нақтылау сұрағын құрастыру үшін ең әуелі мына екі мәтінді оқимыз. Содан кейін мынадай жауапты ұсынамын. Дәстүр дегеніміз не? Халықпен тіл табысу үшін не қажет? Келесі: мақал-мәтелдерден ой екпінін тауып, мағынасын жұптасып бір-біріңе түсіндір. Бұның ішінен нақты ой екпінін табу керек. Ой екпіні бұл жерде басқа пәле тілден. Басқа пәле деген бізде бәле деп айтылады. Ой екпіні бізде пәле деген сөзге түседі. Оның мағынасы жақсы сөзде, жаман сөзде тілден шығады. Айтқан әр сөзге сол үшін абай болуымыз керек. Үшінші тапсырма: үлгі бойынша ой екпінін өзгертіп, 5 сөйлем құрап жазыңдар. Бізде ой екпіні дегеніміз не? Сөйлемдегі бір сөздің көтеріңкі дауыспен айтылуы. Ой екпіні ол тұрақты болмайды, әр кезде әртүрлі ауысып отырады. Бұған балама жауап: 5 сөйлем жазылды. Міне, ертең біз шыңға шығамыз. Ой екпіні түсетін сөзді әдейі осылай ерекшелеп жазып қойдым. Біз тауға жазда шығамыз. Ертең тауға отбасымызбен шығамыз. Ағам демалыста Алматыдан келеді. Мен досымды жақсы көремін. Айдос үйге ашулы келді. Деген осындай 5 сөйлем құрастырдық. Келесі, 4-ші тапсырмада салт дәстүрлерді баланың өсу кезеңіне қарай қойып, қазақтың оюын құрастырыңдар дейді. Бұл жерде жауап өсу кезеңіне қарай бірінші бізде шілдехана болады балада, содан кейін бесік той өткізіледі, одан кейін тілашар өткізіледі, содан кейін тұсаукесер өткізіледі. Келесі, 5-ші тапсырма: салт дәстүр тәрбие негізі тақырыбында эссе жазыңдар. Бұл эссе ешбір жерден көшірілмеген, өз ойымыздан жазылған. 50 сөзге жетпей қалды, бірақ 46 сөз шықты. Салт дәстүр еліміздің ең негізгі айнасы. Неге десеңіз, оның ішінде тәрбие, мінез, өнеге, үлгі сияқты бірнеше тармақтарды қамтиды. Ол біздің ата-бабамыздан келе жатқан мұра болғандықтан бізде болашақ ұрпаққа жеткізуіміз міндет. Себебі дәстүріміз тәрбиемен тығыз байланысты. Мен кішкентай болсам да дәстүрлерді жаттап, үнемі ойда сақтап жүруге тырысамын. Осымен барлық тапсырмаларды жауабымен қарастырдық. Егер видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздер осылай жасаған сайын видеолар тұрақты түрде үй тапсырмалары шығып отыратын болады.